Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тамшы самсаларын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Видеоның соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ертілген сары майымызға бір жұмыртқаның сары уызын салып, одан кейін 160 грамм қаймағымызды саламыз. Одан кейін татымына қарай тұзымызды жарты шай қасық және де жарты шай қасық содамызға уксусымызды құйып қайыстететін боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса дайындап аламыз. Одан кейін белгіленген мөлшерде ұнымызды елегіштен өткізіп алдын ала дайындап қоямыз. Алдын ала дайындалған ұным менде 450 грамм. Бірақта бірден барлығын салып жібермейміз, кішкене алып қалатын боламыз. Ұнға байланысты бізге 430-420 граммда жеткілікті болып қалуы мүмкін. Сол себепті шетінен жақсылап араластырып, одан кейін қолымызбен араластырып, тестамызды жақсылап илейтін боламыз. Менде осы жерде барлық ұным кетті. Барлығын жақсылап араластырып, осындай теста дайындап алдым. Тығыздау және де жұмсақтау, қолға жабыспайтын жақсы теста болып шығады. Әбден иін қандырып илеп, оны жарты сағатқа тоңазытқышқа алып қоятын боламыз. Шамалы иін қандырғанша дейін, тындырғанша дейін жарты сағатқа алып қоятын боламыз. Ал оған дейін достар, қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қосып, рецепттеріме лайк басып, және де тіркелуді ұмытпаймыз. Салмасын дайындаймыз. Оған фаршқа 500 грамм тұзымызды татымына қарай, және де мен жақсы көретін специямды әрдайым осы специяды қосамын. Сіз қалауыңызша өзіңіздің специяларыңызды қоссаңыздар болады. Және де картошкамызды, жуамызды үстіне ұсақтап, төрт бұрышкілетіп турап саламыз. Бұл жерде маңызды емес, салмасын дәл осындай етіп жасау, тауық етімен жасасаңыз да болады. Ал енді тесталарымыз тынығып алды. Барлығын бірдей етіп, есеймен бөліп, 50 граммнан бөліп шықтым. Сіз көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым. Дәл осылай тестамызды жайып алып, тамшы ретінде түйіп шығатын боламыз. Асты жағын кішкене біріктіргенде де оп-оңай. Тестамыз өте ыңғайлы жасауға, және де осылай барлығын біріктіріп шығатын боламыз. Видеодағыдай етіп жасап шығамыз барлығын. Негізі тестаны мен осы жолы 50 граммнан бөлдім, сәл үлкендеу болып шықты. Ал 30 граммнан бөлсеңіздер шағындау әдемі болып шығады, және де қонаққа дайындасаңыз 30 граммнан бөліп, шағындау етіп жасап, штугы да көп шығатын болады. Шағындау етіп жасап, дастарханға ұсынсаңыз болады. Өте әдемі, әрі дәмді, әрі оңай жасалатын самсаның рецебі. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Бұл жерде картоптың орнына тыкваны қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Мен алдыңғы жолы тыквамен жасап көргенмін, дәмді болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Менің каналымда бұдан да басқа самсаның рецептерінің түрлері өте көп. Плейлистке кіріп қарасаңыздар болады. Және де үстіне бір жылтоққа жұмыртқаның сарысына тағы да 1 столовый ложка сүтімізді қосып араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Өте әдемі, сары түсті, сарғайып біркелкі болып шығатын болады. Бетіне кунжут немесе макты қоссаңыздар болады, әдемілік ретінде. Үстіне сеуіп шықсаңыздар болады. Және де қызып тұрған пеште 190 градуста 30 минуттай пісіріп шығамыз. Менің духовкамда осындай уақытта пісіп шықты, ал сіздің духовкаңызға байланысты қызарғанша етіп пісіресіздер. Мінекей самсамыз дайын болды. Өте дәмді, күймей әдемі болып пісті. Өте дәмді, сочный болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Жасап көріңіздер, ас болсын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецептерде кездескенше.